Осы үй ма? Осы үй болу керек шатаспасам. Конкретно айтсақ точно осы үй ма деймін сол? Білмей тұрмын точносы. Сен не? Бізбен ойнап жүрсің ба? А? Күнде келіп жүрмеген соң шатасып тұрмын. Сен, короче, бар да, есігін тақылдат, ішінде кім бар, қанша адам бар, не істе бар, бәрін біліп көр. Не үшін де сен не деймін? Не жүрсің десе, бір тастақтың бір көршіге келгенем, сол сіздерге ұсынайын дегенім деп айтасың да. Күдіктеніп бір нәрсе жасап жүрші. Братишка, сен қауіпсіздігіне мен жауап беремін. Сіз мен қасында постоянно жүрмейсіз ғой, бір адам. Не болды саған? А? Районный дужный дедің ғой? Жоқ, брат. А? Жоқ. Бар ма? Ne oldu? İşim yok сияқты. Onda sen ішке кір да, секір. Сосын мені шақыр. Жарай ма? Да. Я Тимур. Sen біттің матерлігінде? Давай онда бөлімшеде жолы. Да, особо бір информация жоқ бұл жақта. Хорошо. Аналар қайда? Мен қайдан білейін? Сен білесің. Ты скрываешь что-то. Сен анау миың бұрыш-бұрышында бар ғой? Негізі біраз информация бар. Жоқ.
Сен давай қаладан алыс кетіп қалма. Потому что біз әлі жолығамыз. Окей? Давай. Аман бол. Шақырса құбадалай, гүл теріп қарасамыз, несам құда бала, сен едің құда шақыз, қыр жақа елеңдеймін, қызғалдақ тағынғандай, сол жерге келер деймін, мен сені сағынғандай. Сол жерге келер деймін, мен сені сағынғанда. Ой, бәрекелді! Міне, осындай ән күйдің аясында өз қызыма жүрек жарды тілегімді арнасам. Ал енді мен қанды көйлек досым тілек айтқан уақытта орнымнан тік тұрып тыңдаймын. Ай, бәрекелді! Міне. Бұл кісі енді сіздің құдаңыз? Енді құда болсаңдар, болыңдар. Ал біз Әуелхан екеуміз достығымызды еш уақытта ажыратпаймыз, солай емес пе? Ай, бәрекелді! Міне бүгін осындай кең дастарханда өзін шаңырақ құрып отқан қазым. Тойларың құтты болсын, некелерің берік болсын, еш уақытта жамашылық көрмеңдер, барған жерде тастай батып судайсың. Міне осы досымен дос болғаныма міне 50 жылдан асты. Міне құда боламыз деп, Алла өзі қосты, құдалығымыз құтты болсын, дегенімізге жете берейік. Еш уақытта жамашылық ойлама, бақытты болыңдар, өмірлі, шөбірлі болыңдар, бақытты болыңдар. Ай, Домбыра әсем әуен салатын, домбыра сырнайма, қыл қолы сылдырмай, әуеніне айсың барма. Pap, men өскенде сіздерді бақытты қыламын. Сосын пап сізге бір әдемі су жаңа көлік, ал сізге үлкен әдемі үй соғып беремін. Өссем де сіздердің қасаңызда жатамын. Ешқашан жасырамын. Ешқашан жасырамын. Қарың ашып кетті. Бір нәрсе жейікші. Заказ берсе оны. 5 минутта келеді, білесің ғой? 5 минутта? Önde что-то kalmış. Рұқсат па? Рұқсат
Кімсің сен? Есімім Қайрат болады. Маңызды мәселемен келіп тұрмын. Сіздерге айтарым бар. Қайрат. Начальник айтқан ғой бағана. Бағанағы дело ма? Отыр орнына. Сен не ала берші ана? Мен өзім ажайымды. Сохраню. Сахарны салшы. Тастап жүрсің ба? Неғысын ала берсей сен мен, неғысын не ала салам? Принято. Ең принеттің ма не? Әңгіме болсын деп айтып отырмын. Шай қоя салшы. Так, Қайрат та? Мен есім Дулат болады. Қоншым болады. Иә, бұл делоны біз білеміз. Маңызды әңгіме, не әңгіме ол? Мен зерттей келе, осыны шешімге келдім. Және оны сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Кез келген адам бұл өмірде үш түрлі қарым-қатынаспен байланыс түзейді. Біріншісі ыстық қарым-қатынас, екіншісі жылы қарым-қатынас, ал үшіншісі суық қарым-қатынас. Ыстық қарым-қатынасқа мына біздер жатамыз. Яғни сенің кез келген құпияңды, затыңды сеніп тапсыра алатын жандарың. Ал екінші топтағы адамдарға сенің жолдастарың, курстастарың және сол санаттағы адамдар жатқызамыз. Ал үшінші топқа сенің танымайтын, мүлдем көрмеген, немесе көріп, онымен мәміле болмағандарды қарастырамыз. Енді Бағдатқа жат ағым қайдан пайда болды? Менімше, ол жаңағы үш қарым-қатынастың біреуінен келген сияқты. Ал енді соны талқылап көрейік. Бағдатқа қайдан келді? Бағдатқа айтқан адамға қайдан келді? Ал оған айтқан адамға қайдан келді? Мені көрдің бе? Цеп сияқты осылай бір-бірімен жалғасып жатады. Ал енді осы цептің ең басында кім отыр? Соны анықтап алуымыз керек. Сосын осы жолдан кері қайтаруымыз керек. Без проблем. Бірақ біз қайдан табамыз? Вот вопрос. Ендігі кезде сіздердің жұмыс жасайтын сәттеріңіз келді. Да мы работаем. Әкелдің ма? Анаш бітті. Не, шай қоя берші онда. Сен шайды әлі қоймағасың бе? Қоя берші, дайындай берші. Қайрат, короче, я вас понял. Мен түсіндім бәрін. Сіздің номеріңіз бізде бар. Егер бір сұрақтар болса, өзіңізге звондаймын. Жүрейін бе? Жарайды, рахмет. Жігіт бізге түсінесің ғой, жұмысшымыз. Надо что-нибудь хавать. Сау Не, болыңыз. берші. Шайды қоя бермес пе қате? Ата, не істеп жатсыз? Мына бұтақтарды мұтап тастайын деп. Оны өз мақси салатын едім ғой. Ал балам, жөніңді айт. Олар жұмыстарына кірісіп кетті, ата. Және өздерінің методикасымен жұмыс жасайтын болды бұйырса. Әпкем звондап отыр ғой. Alo. Ау, әпке. Әпкеңнен айырылып қалдық. Немене? Машина қайда, ата? Гаражда. Тұрыңыз, үстіңізді қағыңыз, кеттік. Не болды, тыныштық па әйтеуір? Ya Allah, tınçlık olsun.